Түркістан облысында қоғамдық қатынастарға түнгі 24:00-ден бастап шектеу қойылады. Келес ауданында да ауыл аймақ арасы жабылып, тек арнайы рұқсат арқылы жүруге болады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Ертеңнен бастап Келес ауданы аумағында бұрынғыдай емін-еркін жүруге болмайды. Жоғарыда айтылғандай, ауылдарда, көшелерде адам қарасы көрінбей, тұрғындар үйде отыруға міндетті. Тек арнайы рұқсатпен сатқа шығуға болады. Оның өзінде дәріхана, дүкенге және ауруханаға жол ашық. Құрметті аудан тұрғындары, құрметті жерлестер, өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда дүние жүзінде таралған COVID-19 індетіне байланысты біздің мемлекетімізде де бірқатар шаралар атқарылып жатыр. Атап айтатын болсақ, бүгінгі таңға дейін мемлекетімізде 1,5 мыңнан астам, яғни 1600-ге жуық азамат осы ауру түрімен ауырып, барлық облыстарда, барлық елді мекендерде карантиндік сақтық шаралары жүргізілуде. Сіздерге сұранып айтатыным, мынау қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей, Түркістан облысының бас санитарлық дәрігерінің арнайы 13-ші қаулысы қабылданды. Қаулыға сәйкес Түркістан облысының аумағында барлық елді мекендерде карантин жарияланды. Осыған сәйкес түсіністікпен қарап, әрбір елді мекенде тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге кеңінен атсалысуға шақырамын. Карантиндік шаралар негізінде қазір барлық елді мекендер, аудан орталығы, сонымен бірге басқа елді мекендерге де жүру шектеу қойылады, яғни бейберекет жүру тоқтатылады. Соның ішінде кейбір жұмыс түрлері уақытша тоқтатылады. Ол банк қызметтері, сонымен бірге почта қызметтері және азық-түлік тауарларын сататын дүкендерден басқа барлық азық-түлік орталық базарлары немесе басқа тауарлы базарлардың барлығы да жұмыстарын уақытша тоқтатады. Оның барлығында тиісті елді мекендерге жеткізіп беру қазір аудан әкімдігі тарапынан қатаң бақылауға алынған. Яғни барлық азық-түлік тауарлары барлық ауылдардағы дүкендерде санитарлық талаптарды сақтай отырып жұмыс жасайды. Ол таңғы сағат 10-нан кешкі сағат тиісті белгіленген мерзімге дейін. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, Түркістан облысында COVID-19 індетінің ілігіне іліккендер саны 55-ге жетті. Келес ауданында қазірге аталмыш вирусқа шалдыққандар тіркелген жоқ. Алайда жоқ екен деп сақтыққа, салғырттықпен қарауға әсте болмайды. Осы тіркелген жағдайға байланысты Түркістан облыстық мемлекеттік бас санитарлық дәрігерінің кеше 17-сі күні нөмірі 13-ші қаулысы шықты. Бұл қаулыда бірнеше жағдайларға шектеулер қойылып отыр. Негізінде тоқтап кететін болсам, асханалардың мәселен уақытысын, енді асханалар бірақ жабылмайды, дегенмен оған шектеу қойылды. Тек қана қоғамдық тамақтандыру орындарынан онлайн дейді ғой, алыстан хабарласу арқылы жаңағы тағамдарды, дайындағандарды алдыруға болады. Ол таңғы сағат 8-ден түнгі 10-ға дейін. Ал мынау аудандағы азық-түлік дүкендерінің өзі таңғы сағат 9-дан 20-ға дейін шектеулер қойылып отыр. Жеке бастың гигиенасы мен сақтық шаралары айта жаттанды болған дүние. Алайда тағы да қайталап айтамыз. Құрметті аудан тұрғындары, бұл жаттығу емес, өзіңіздің және отбасыңыздың амандығы үшін үйде болыңыз. Бұл індетті ауыздықтаудың тиімді жолы. Мейірхан Бақчанұлы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.